Назым мен Арай каналына қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий жазыңыз. Сәлем достар. Назым мен Арайдың каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа видео. Описаниеде көріп тұрғанымыздай Назым мен Арайды ұрысып тұратын боламыз. Иә, Шынар екеуміз. Қазір Шынар бірінші Арайды шақырып алыстырып келеді. Арайға Назым сені былай деп айтты деп жамандады деп. Короче, көресіздер, видеоның соңына дейін көріңіздер, сол үшін өте қызық болады. Алдымен лайк басып, комментарий жазыңыздар. Алдайсыздар Шынар. Бірінші кім шақырамыз ғой? Арай шақырып аласың, қазір олар не істеп жатыр екенін көрейік. Давай кеттік, жүр, есташ. Көрейік жайна, не істеп жатыр екен. Ислантай, не болды? Не дедім? Жүр. Арай, не істеп жатсыңдар? Жүр, Арай, саған бір шаруамыз бар. Бергелші. Жүр. Шынар саған бірден айтам дейді. Не болды? Жүр. Атасы, алау. Шынар Арайға бірден айтам дейді. Күшті бір маңызды шаруасы бар екен. Жүр, кеттік. Сонда. Достар, күшті ойнап жүр. Келін датырында. Айтайын ба саған, Назым деген сені жаман қызың, жалқауының мынау деп сені айтталады, жаманда. Неге? Өзіне сұраса, бұл жаман қызың мынау деп. Жалқау. Білме? Сені жамандап отыр ғой, Назым деген. Ештеңе жасамайды, жата береді, мен жұмыс жасасам бармайды. Ол сені жамандау мүмкін ба, мүмкін емес па? Сенесің ба? Сенбейсің ба? Шынар, не істейміз? Қазір онда Назым өзінде көрейік та, шақырып. Жүр, үндеме оған айтпай, ма? Арай? Не істедің бе саған? Жүрші, Назым саған бірдеңе Шынар айтам дейді. Достар. Арай, саған мен сені жақсы көрмеймін, сені жамандап жатырсың ба? Я, Назым деген ұрысқақ, жаман, еще өтірік көп айтады дейді. Я? Мені ұра береді, мені сіңілім деп айтпайды. Еще деген боқтайды мен дейді. Өшісай? Өші? Жамандайды, сен анда Арай деген. Сен жалқау, мені ұра береді, анау мынау деп. Түнімен сасық болып ұйықтайды дейді. На, дурак. Мен сасық болып ұйықтайды. Бұты өзің слепкесін ақпай ұйықтамаған айтып отыр өші. Еще не қылдайды? Не қылдайды дедің? Сен мені ұра береді қайта. Мен оны сіңілім ғой, не үшін болмайды? Мен сіңілім деп айтпайды. Сында не айтты? Нағыл деп айтты, тағым. Сол жалқау сабақ оқымайды деді. Сабақ оқымайды? Өзі оқымайды ғой, бір есепті де білмейді. Екі болса, 5-те отырады ғой. Көбейту тастесінді білмейді. Не істеймсің? Мен барып, не істейсің оған қазір? Жалқау сенізден амен, а? Жоқ. Енді олар шын емес. Сіз дайындырамызды? Осылай ма мамандаған? Сінен не қылдадыңдар? Ой, біз, қой, ондай Назым ондай емес қой деп айттық. Сен өйтіп айтасың? Мен қойым ба сен? Сен неге мені жалқау? Ештеңе істемейді деп айтасың? Сен мен айтасың, сасық болып ұйықтайды деп. Мен олай айттым ма? Мен айтқан жоқпын. Я, айтты. Еще сен мені бүйтіп айттысың. Жалқау деп, мені бүйтіп білмейді деп.
не істеп жатсыңдар, қыздар? Неше де мен сіңілімде айтпай, мені ұра береді. Мен сенің болғаның үшін ұрам. Сен мені жамандадың, какой деп. Не демесің? Не болған? Не істеп жатсыңдар? Не болды сендерге, не болды? Айтшы. Біз төбелесеміз, қарғытуында ренжінеміз. Не болды төбелесетін? Кім не деген? Айтыңдаршы маған. Назым, Арай, айтыңдар. Мынауға мен Не деген саған? Не деп жамандаған сені? Ол мен жамандадым ғой, білесің. Ол сен мені жамандадың. Кімге жамандаған сені? Кімге? Қалай жамандадың? Айтшы, сен мені, тоқта. Сен мені бұлай жамандағансың. Әшеттік, жалқау деп. Кеш, төбелесек кеш. Назым, сен оны талдырып тастадың ғой. Үтік талды қара. Көзін шықтыр ғой. Ема. Үтік талды. Не істедің оған? Не істедің саған? Өзі мені бірінші жамандады. Братишка, тұрсай. Тұрсай. Тұрсайш. Арай, тұрсай. Арай, тұрсайш. Шатыр, шикіміз неге төбелесіп жатыр? Сен мені тоқтаңаш. Шеш бұлай. Сен бірінші білесің бе, сен мені бұлай жамандаған. Мен олай жамандаған жоқпын. Мен тоқтасай. Тоқтасай, айтып алай. Білесің бе, сен мені жамандағансың, жалқау. Еще сабақты бұғып білмейсің, екі-екіні қосығы білмейсің. Еще сен мені тасың ұйықтайды деп айтқансың. Еще сен мені. Как будто жалқау. Е-мойым, сен өзің ашылайтын ал. Мен олай айтқан жоқпын. Ал сен неге мені жалқау? Жинамайды деп айтасың. Жабық деп айтасың. Рас қой енді. Сөйтіп, ештеңе жинамайсың, мен жинаймын. Сені бәрі көмеді. Мама! Сен видео айтпайтын едім ғой. Достар, өте қызықты болды видео. Мама! Бұл сендерге пранк. Bir мороженое бересің. Мороженое бересің, bir мороженое. Біз бұның бәрін Шынар екеуміз ойластырдық. Сендерге жестко пранк болды, да? Иә, достар, комментария жазыңыздар. Өте қызықты болды деп ойлаймын. Сіздерге ұнаса комментария лайк басыңыздар және тіркеліп кетіңіздер. Мен срочно сендерге қайтарам. Сен алдыңғы сен маған қайтарайын деп отыр едің ғой. Қайтарыңдар ма осы? Ал всем пока, достар. Пока-пока. Осы видеоға мама мен Шынарға қайтарыңыздар. Жас кетіңіздер. Просмотр жинаңыздар. 100 лайк жинайық, достар. 100 просмотр сосын. Давайте, всем пока.